Пісіруді қажет етпейтін өте нәзік торт жасайтын боламыз. Барлық өте ингредиенттері табылатын өте қарапайым заттармен жасалынады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сақталған сайын нәзіктігін арттыра түсетін бұл торттың секретін видео барысында айтып өтетін боламын, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен кремін дайындап алатын боламыз. Мен заварной крем жасап жатырмын. Сүтке жұмыртқа, қант, електен өткізілген ұнды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз венчиктің көмегіменен. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеті жоқ, тек барлығын миксермен жасап алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді описаниеге қалдырып кетемін. Ұнды осылайынан сүтке қосқаннан кейін венчикпенен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ешқандай комоктар қалмауы керек. Біз бұны плитаға қойып, орташа отта осылайынан араластырып отырып, кремді жасайтын боламыз. Қайнағанға дейін араластыруды ұмытпаңыздар, асты жабысады. Білесіздер, сүт өте тез пісетін болғандықтан, бұл заварной крем де өте тез дайын болады. Сондықтан да венчикті міндетті түрде тоқтатпай араластырып отырып, креміміз қайнағанға дейін араластырамыз. Міне осылай видеодағыдай, бұлар қайнауы керек. Осылайынан жасап жатқан кезде сіздер міндетті түрде газды өшіріп, бұны алу керекпіз. Крем тезірек суы үшін басқа ыдысқа құйып алдым. Бұл міндетті емес. Одан кейін дайын болған кремімізді қараңыздар, қандай қою, сарғыш, әдемі болып тұр. Бұл суығанға дейін біз бетін пищевой пакетпенен бір-біріне жабыстырып тұрып, бетін жауатын боламыз. Видеода бұл көрсетілген. Бұл не үшін? Егер біз бетін үйтіп жаппайтын болсақ, яғни бір-біріне келтіріп тұрып жаппайтын болсақ, ол суыған кезінде беттері қаймақ болады ғой, сүтке тұрып қалатын қаймақ сияқты, солай бір ерекшеленіп, қоюланып тұрады бет жағы. Сондықтан біз осылайынан бір-біріне келтірген күйде суытатын боламыз. Ендігі кезек біздің кождарымызда. Мен кождардың орнына осындай печеньяларды қолданамын. Бұл торттың дәмі сіздердің таңдап алған печеньяларыңызға байланысты міндетті түрде рөл ойнайды. Сондықтан сіздерге ұнайтын дәмі жақсы печеньяларды алуларыңызды сіздерге кеңес беремін. Одан кейін біздің жаңағы кремімізді астына өте жұқалап етіп жағып, барлығын тізбектеп орналастырып шығамыз. Бұл біздің бірінші қабат слойымыз. Араларына кремді жақсылап көбірек жаға беріңіздер. Сонда біздің креміміз өте жұмсақ болып тұрады. Сонда сухой болып қалмайды. Печенье өзіне ылғалды сіңіретіндіктен құрамындағы ылғалы азайып қалмас үшін кремді көбірек жағуды сіздерге ұсынып жатырмын. Одан кейін сіздер барлық печеньяларды қабаттастырып қойып, осылайынан қанша қабат етіп жасаймын десеңіздер де өз қалауларыңыз, бастысы кремді ортасына көбірек жағыңыздар, сонда өте жұмсақ болады. Холодильникте сақтаймыз, бұны біз 5-6 сағаттай, сонда өте жұмсақ болады. Тортымыздың жан жағына да кремді жақсылап жағып алғаннан кейін печеньяларымызды блендерден ұсақтап алып, ұнтағымызды тортымыздың барлық жан жағына да үстіне де сеуіп шығатын боламыз. Сонда ол өте әдемі көрінеді. Егер де сіздерде басқа да идеялар болатын болса, жасап көріңіздер. Біздің өте қарапайым тортымыз дайын болды. Біз бұны 6-7 сағаттай холодильникте ұстайтын боламыз. Одан кейін ғана кесіп столға қоя берсеңіздер болады. Бұл тортымыз неғұрлым ұзақ тұрды, ол соғұрлым өте жұмсақ болады. Жұмсақ болып шығатын торттың рецепті сізге ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін ерекше рецептермен бөлісіп отыруға мотивация болады. Қош сау болыңыз.